Сәлем достар, бүгін ғаламтор беттерін ашатын болсақ, ең деген сөздерді өте көп кездестіреміз. Ал алдында ең деген сөзбен жиі ізделінетін тақырыптардың бірі ол ең қымбат. Мысал келтіретін болсақ, ең қымбат көліктер, ең қымбат тағамдар, ең қымбат үйлер және тағы басқа көптеген қымбат заттар. Бұл шыны керек көпшіліктің қалтасы көтере алмайтын заттар адамдарда ерекше қызығушылық тудырады. Сіздермен бірге Puzzle арнасы. Бүгін біз әлемдегі ең қымбат заттардың ондығын көрсетеміз. Дайынсыз ба? Онда бастайық. Достар, бізді Билайн ұйымдастырған видео бәйге атты видеоблогерлер жарысында 2018 жылы қазақ тіліндегі ең үздік жоба деген номинацияға қойды. Енді сипаттамадағы және бірінші комментарийдегі сілтеме бойынша өтті, бізге дауыс беріп кетіңіз. Puzzle бөлшектерін сұмдық белсендігін көрсетіп жіберейік. Дәл осы видеоның аяғында сайтта дауысты қалай дұрыс беру керек екендігін түсіндіріп кетемін. Ал енді видеоға кірісейік. Плутоний. Қазіргі күннің санағы бойынша плутонийдің тек 1 граммы 1.482.280 теңге тұрады. Плутоний ең ауыр радиоактивті металл. Ядролық қару, ядролық отын, атом реакторлары және ғарыш аппараттарының қуат көзі ретінде жиі қолданылады. Дәл соның салдарынан оның бағасы соншалықты адам шошытарлық болып келеді. Solaris 6.299.690 теңге. Бұл өте қымбат дәріні сіз дәріханаға кіріп сатып ала алмайсыз. Неге дейсіз бе? Өйткені бұл дәрінің тек 1 граммы бір пәтердің бағасымен бірдей. Не дәрі ол соншалықты? Ракты немесе қатерлі ауруларды емдей ме деп ойлап отырған шығарсыз. Жоқ, Solaris адам ағзасында болатын сирек кездесетін ауруларды емдейді. Және ол әлемдегі ең қымбат дәрі болып саналады. Тритти. Граммы 11.117.100 теңге тұратын тритти термоядрлық мақсатта пайдаланылады. Сондай-ақ бұл радиоактивті затты медицинада, химия ғылымында, биологиялық қоспаларға, геофизикаға және де басқандай салаларға пайдалануға болады. Бірақ соңғы кездері тритти коммерциялық мақсатта қолданылып жүр. Мәселен, сағаттардың тілін қаптауға, немесе қолға тағатын түрлі заттарды орауға. Триттидің соншалықты қымбат болуына оның өте аз болуы себеп. 14 жыл бұрын оның бар қоры небәрі 18 келі ғана болатын. Ал қазір оның қанша қалған ешкім білмейді. Алмаз асыл тасы. Жер бетіндегі ең қымбат асыл тастардың бірі болғанымен, оның бағасы құбылмалы. Алмаз салмағына және ауқымына байланысты бағасы өзгеріп отырады. Алмаз тастары табиғатта өте сирек кездеседі. Оны өндіріп алу үшін миллион тоннаға жуық бос жыныстарды қопарып шығуға тура келеді. Бұл табиғи таза асыл тас пен қара еңбектің 1 граммы 15.563.940 теңгеге тең. Калифорний 22.234.200 теңге. Калифорний металы нейтронды активациялық анализ, қатерлі ісіктерді сәулемен емдеуге қажетті нейтрондардың қуат көзі болып келеді. Калифорний 1958 жылы ашылып, сол кезде бір-ақ рет жасалған. Бүгінгі видеомыздағы үшінші радиоактивті зат табиғи жолмен өндіріледі. 51.879.800 теңгелік америций. Америций актиндер тобына жататын радиоактивті химиялық элемент. Реттік саны 95. Жасанды жолмен 1944 жылы түзелген. 1 грамм өнімі $140.000 тұратын америций әскери орындарда адамзат игілігі үшін пайдаға асырылады. 74.114.000 теңге тұратын осмий 187. Аса күрделі жолмен алынатын құнды металл 7 изотоптан тұрады. Менделеев кестесінде 76-шы атомдық номермен тұрған осмий біздің жерімізде де өндіріледі. Реголит. Аталған зат жерде өндірілмейді. Тіпті ол жер бетінде жоқты, оны жердің серігі айдан алып келеді. Бұл заттың тек 1 граммы 163.977.225 теңгеге тең келеді. Реголиттің осылай қымбат болуына себеп оның құрамымен байланысты. Оған элемент, анартит, оливин және пироксин кіреді. Ал бұл шашылып жатқан құрамалар жер бетінде бар, бірақ реголитте ол барлығы бір боп келеді. 370.570 миллион теңгелік графен.
Графен бұл кәдімгі алмаз бен графиттен ерекшеленетін көміртектің жаңа формасы. Графен көміртегінің екі өлшемді модификациясы. Қалыңдығы тек бір атом болатын көміртек атомдарының қабаты. Графен әртүрлі салаларда таптырмайтын зат ретінде айрықша физикалық және химиялық қасиеттерге ие. Антиматерия 22 квадриллион 975 триллион 340 миллиард теңге. Антиматерия әлемдегі ең қымбат зат болғанымен ол жер бетінде жоқ, тіпті ол жаралмаған да. Ол тек ғаламшардағы заттардың соқтығысына пайда болады. Ал бұл құбылыс әлі орын алмаған, бірақ ғалымдар алдағы уақытта бұл құбылысты жүзеге асыруды көздеп отыр. Бұл ерекше құбылыс әлі көзге көрінбесе де, оның 62 триллион доллар, яғни 22 квадриллион 972 триллион 372 миллиард теңгеге тұруы сіз бен бізді таң қалдыратыны анық. Ал енді бұл қаншалықты көп екенін сізге жеткізу үшін айтып жіберейін. Квадриллионның ішінде 1000 триллион немесе миллион рет миллион бары. Ал дәл қазір бізге ең бағалы зат ол сіздің бізге берген дауысыңыз. Видео сипаттамасындағы немесе бірінші пікірдегі сілтемеден өткеннен кейін сіз видео бәйген сайтына өтесіз. Кейін сайттың оң жақ үстіндегі есікшеге басыңыз. Ол жерде түрлі әлеуметтік желілер шығады. Сізге қайсысы ыңғайлы, соны таңдаңыз. Міне енді сіз сайтқа тіркелдіңіз. Енді астына түсіп номинацияны таңдаңыз. Ол жерде лучший YouTube проект на казахском языке 2018 года деп жазылып тұрады. О, міне қараңыз, міне мына жерде біз үшеуміз де жарысқа дайын болып тұр екенбіз. Пазл деген жерге енді басып, кейін кірген соң мына жердегі лайкты басып, өз дауыстарыңызды жаудырып жіберіңіз, достар. Біздің жеңісіміз тек сіздің қолыңызда, сондықтан дауысты беріп, барлығымыз бірге ең үздік атанайық. Пазлға жазыл.